Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз өте дәмді борщ әзірлейміз. Менің видеомды соңына дейін көруге кеңес беремін. Алдымен керекті заттардың барлығын жуып, тазалап аламыз. Қазанымызды құрғақ трәпкімен сүртіп, бір пиала толтырмай сұйық май құямыз. Майымыз қызғаннан кейін етімізді жуып, тазалап, турап саламыз. Менде жас малдың еті болғандықтан мен көп қуырмадым. Тек түсі өзгергенше қуырдым. Егер де сіздердің еттеріңіз қатты болатын болса, онда кішкене су қойып, жұмсарғанша пісіріп алыңыздар. Етіміз мінекей түсі өзгеріп қуырылды. Енді осының үстінен туралған пиязымызды саламыз. Пияз бен етті бір араластырамыз да үстінен чесногымызды саламыз. Бұны да бір араластырамыз да үстінен бір қасық томат салып бір араластырамыз. Байқасаңыздар, мен барлығын ұзақ қуырмаймын, тек барлығын бір араластырып қуырам болды. Мінекей томатты салдым, бір араластырдым. Болды. Енді үстіне кориандр мен қара бұрышымызды саламыз да бір араластырып, үстінен мұздай суды құямыз. Қақпағын жауып қайнатамыз. Сорпамыз қайнағанша қалған заттарымызды турап дайындап қоямыз. Мінекей бізде сорпамыз қайнады, үстінен дәміне қарай тұз саламыз. Сосын қалған туралған заттарымызды саламыз. Сәбіз, қызанақ, капуста және картоп. Енді осыларды піскенше қайнатамыз. Қатты отта қайнатпаймыз, тек орташа отта. Мінекей бізде дайын болды. Енді осы сорпамыздың дайын болуына 5 минут қалғанда лавр жапырағы мен укропты салып қоямыз. 5 минуттан кейін астын өшіріп, ыдысымызға салып, суытып, іше беруімізге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.